Қостанайда бүгін салық органдары өкілдері ерекше құрметке бөленді. 14 тамыз елде мемлекеттік кірістер комитетінің құрылғанының күні тойланады. Биыл бұл мемлекеттік құрылымға 10 жыл толып отыр. Осыған орай өңірдің барлық салық қызметкерлері облыс орталығында бас қосып, кәсіби мерекелерін бірге атап өтті. Ұйымдастырылған іс-шара жайында толығырақ әріптесім Дәуіт Байғоныс айтып береді. Гүлжия Нұрахметова салық жүйесіндегі қызметін сонау 1998 жылы бастаған. Қазір ол зейнет демалысында. Өз кәсіби мансабында ардагер маман түрлі басшылық лауазымда да атқарған. Алғашында Әулиекөл ауданының салық комитетін басқарса, кейін Меңдіқара және Наурызым аудандарында осы қызметтерде жұмыс істеген. Бүгін кәсіби мейрам қарсаңында салық жүйесіне зор үлес қосқан үшін ардагер маманға арнайы төсбелгі тағылды. Самая основная задача налоговой службы. Салық қызметкерлерінің басты міндеті мемлекет қазынасын толтыру. Мемлекеттік кірістер органдарындағы жұмыс өте құрметті және өте жауапты болып саналады. Біздің салада қиындықтар болады әрине, бірақ олар барлығы уақытылы шешіледі. Себебі бізді жоғарыдағы басшылық министрлік әрқашан қолдап, дұрыс жолдарға бағыттайды. Қазақстан Республикасы үкіметінің 2014 жылғы 14 тамызындағы қаулысына сәйкес салық қызметі мен кеден қызметін біріктіру жолы арқылы елімізде мемлекеттік кірістер комитеті құрылған. Бүгін бұл салық органының жұмыс жасап жатқанына 10 жыл толып отыр. Осы уақыт аралығында комитеттің Қостанай облысы бойынша бөлімі 2 триллион теңгеден астам қаражатты мемлекеттік кірістер департаментінің өкілдерінің айтуынша салық түсімі 4,5 есе көбейген. Сегодня в день празднования. Мемлекеттік кірістер органдарын мерекелеу күні қарсаңында біз ерекше көзге түскен қызметкерлерді арнайы төс белгілерімен марапаттадық. Ал ардагер мамандарға 10 жылдық мерейтолық медальдар табыс етілді. Осы мүмкіндікті пайдалана отырып барлық әріптестерімді кәсіби мейраммен құттықтаймын. Бастысы шыдамдылық тілеймін, себебі біздің қызмет өте қиын. Во-первых, основной задачей Әрине, мемлекеттік кірістер комитетінің басты міндеті қазынаға қаражаттың түсуін қамтамасыз ету. Бұдан бөлек біз салық төлеушілердің салық міндеттемелерін орындауын бақылаймыз. Жеке біздің мемлекеттік қызмет көрсету басқармасының жұмысы мемлекеттік қызмет көрсету сапасын қадағалау. Сондықтан қызмет көрсету сапасын барынша жақсартып жатырмыз. Жалпы бүгін ұйымдастырылған кәсіби мейрам аясында 40-қа жуық үздік маман мен өз уақытында осы салаға елеулі үлес қосқан ардагер мамандар құттықталды. Оған қоса оларға арнайы сыйлықтар табысталды. Хамза Нұрпейіс, Дәуіт Байғоныс, Алау телеарнасы.